Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай хрустящий, қытырлап тұратын қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Піскен кезде осылай қытырлап тұрады самсамыз, кейін жұмсақ болып шыға келеді. Ең алдымен мұздай суымызды алып, бір шай қасық тұзды қосып, жақсылап ерітіп араластырып аламыз. Ұнымызды салып, қамыр илейміз. Мінекей осындай қамыр шығады. Енді осының бетін жауып, 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. 10-15 минут өткеннен соң қамырымызды жақсылап тұрып жаямыз. Қатты жұқа болып кетпеу қажет, қатты қалың болып қалмау да қажет. Өйткені жұқа болса, майы сіңбей қалады, ал қалың болса, анау жаққан ортасына жаққан майымыз жетпей қалады, аз болып қалады. Сондықтан орташа қалыңдықта жаюға тырысыңыз. Қамырымызды жайып болдық. Енді ортасына жауға мен шедрайлета майын қолданамын. Сіз 72,5%-ін қолдансаңыз, өте жақсы шығады. 100 грамм майды алып, ертіп алып, осылай щеткамен барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Шеттерін осылай бүктеу арқылы майды барлық жеріне бірдей етіп үлестірсеңіз болады. Май жағылған қамырды рулетик етіп ораймыз. Орап, тоңазытқышқа 30-35 минутқа қалдырамыз. Начинкасын қалауынша істесеңіз болады. Менде ет, картоп және пияз қолдандым. Қамырды осылай біркелкі етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Екі шетін қысып тұрып домалақтаймыз. Қамырды орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Міне қатпарлары әдемі етіп көрініп тұр. Осылай шығу керек. Енді дайын қамырларымызға салмасын көптеу саламыз. Көптеу салса дәмдірек болады. Мен осылай үшбұрышты етіп істедім. Сіздер қалауынша істесеңіздер болады. Бетіне жұмыртқа жағамыз, қызарып әдемі болып пісуі үшін, және күндіз себеміз. 180-200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді самсаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз.